Бәріңе сәлем, сіздермен бірге мен Амирока, менің каналыма қош келдіңіздер достар. Видеоны описаниесін қарағандарыңызда және де обложкаға қарағандай сіздер түсінген шығарсыздар. Бүгін не туралы видео түсіремін. Бүгін менің косметикам туралы, мен неме қолданамын. Осыдан бір жыл бұрын мен сіздерге тура осылай видео түсірген болатынмын. Және де қазір қайтадан түсіремін. Сіздерге осы рубрика, осы форматтағы видео қатты ұнапты. Сондықтан да сіздерге арнап тағы да бір жылдың ішінде не өзгерді деген де формат болатын шығар. Вот, осы видео бастамастан бұрын давайте лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер, және де менің каналыма подписка жаса кетіңіздер. Вот. Және де келесі давайте видео, бұл бізде сұрақ жауап видеосы болсын. Немесе кетіреді өзіме видеосын түсіремін. Давайте комментарий жаза кетіңіздер, қандай видео келесі түсірейін. Вот, ал біз бастаймыз. Осындай косметичка. Вот. Бұл косметичка негізі пенал ретінде заказ берген мен Каспидан. Өте арзан тұрады, негізі 500 бат теңге тұрады. Өте күшті, өте вместительный, айта кететінім. Және де мен бұны тиктоктан көріп қалғам негізінде бірінші рет. Потом, ладно, давай онда Каспидан заказ бере салайын дегенім ғой. Кішкене енді настоящий вау емес, бірақ та тұрып жүрмей тұрады, хорошо? Короче, ашамыз. Так, көзге түсіп тұрған ең бірінші зат бұл бізде осындай вот BB крем. Бұл менде чистая линиядан. Короче, бұл BB кремді мен 1000 теңге алған болатынмын. Честно айтайын, прям вау да емес, прям не очень да емес. Бюджетный BB крем, бірақ та бұл как база ретінде жағуға болады. Андай BB крем, тональный крем ретінде келмейді. Бұл өйткені вообще ешқандай эффект бермейді сіздерге. Сондықтан да бұны тек база ретінде қолдансаңыздар болады. Осындай. Бұл, кстати... SPF бар, бірақ өте аз. Короче, бұл... Рекомендованный дейді. Подстраиваться потом и типа хуже дейді. Вот. Так, келесі біздерде менде осындай гель сен сұлу. Осындай гель. Көрініп тұрма. Осындай. Менде негізі шайбочкада болған, бірақ та бұл более арзанырақ тұрады. Және де білмеймін, біреулер айтады ол қасты ұстамайды деп, біреулер айтады что ол вообще андай күшті деп. Енді әртүрлі адамның әртүрлі қасы, сондықтан да давайте просто тестировать етейік. Вот. Не тарын білмей қалдым ғой. В общем, осындай. Өте прикольный негізінде. Және де мен бұған 10-нан давайте 8 қояйын. Негізінде өте күшті. Бірақ та менде именно осындай кішкене бас жағы кішкене ұстамайды, сондықтан да мен 10-нан 8 қоямын. Так, келесі біздерде спонжик. Мен кеше ғана спонжик алған болатынмын, осындай фиолетовый түсті. Білмеймін, осындай как будто нормально сияқты, білмеймін. Мен оны еще сулап қойдым, қазір осындай формочкада тұр. Так, келесі біздерде осындай керлер. Осындай керлер. Бұны мен мини-судан алған болатынмын. 1000 теңге ма тұрады, не... Короче, өте прикольный негізінде. Еще осындай мен всегда, короче, мен түсінбейтін осындай не үшін керек, бұл штука не үшін керек. Оказывается, бұл, короче, поездкаға өте ыңғайлы. Осылай қоясыздар да, ол деген сіздердің орында, косметичкадағы орынды вообще экономдайды. Вот. Еще сынып кетпейді. Так, келесі біздерде консилер. Менде консилер сен сұлу. Вот, менде гель сен сұлу, консилер сен сұлу. Так, бұл біздерде осындай. Вот. Өте күшті прям. Менде 01 оттенок. Бірақ та сіздерге айта кетейін бір кеңесім, қыздар. Сіздер консилерді өзіңіздің тоныңызға қарап емес, кішкене ашықтау түс алыңыздар, өйткені сіздер енді покрывать еткенде сендерді енді кішкене аппақ болып тұру керек қой, сондықтан да өзіңізге қарай прям тон алмаңыздар, ашығырақ түс алыңыздар. Короче, вот сіздерге бір кеңесім болсын. Так, дальше менде әлі күнге шейін бар, бұл Milano деген Kiko'ның осындай помадасы, розовый.
Мен бұны кейде румяна ұқсап қолданамын, өйткені мен қатты розовый түсті помадаларды жақсы көрмеймін. Бірақ та по настроению ғой негізінде. Вот, иногда жақсы көремін, иногда жақсы көрмеймін дегендей. Дальше менде Nivea осындай помадасы. Дұрыс ұстап тұрмын ба негізі? Вот, бұл біздерде Blackery Shine деген. Вот. Иісі керемет екен достар. Осындай. Такс. Бұл біздерде щетка. Бұл щетка менің қасыма және де кірпігіме. Менде қасына накладной кірпік тұрғандықтан кейін мен тарап жүремін кірпігімді. Дальше менде мен Золотое яблокодан осындай Диваждың блеск маслама сондай алған болатынмын. Короче, бұл өте күшті, потому что цветі, знаете, андай темный ғой, мен жақсы көремін. Темный қазір розы жақсы көремін. Мен вообще қазір розы цвет жақсы көрмеймін. Сондықтан да сондай алдым. Дальше біздерде осындай блеск люкс визаж. Вот. Осындай. Тоже күшті. Вот. Такс. Осындай шиктің розовый түрі. Бұл мен точно румяна ретінде қолданамын. Вот. Осындай. Такс. Дальше менде осындай праймер. Бұл менде Catrice'ның праймері. Бұл прикольный негізінде. Мен кеңес берер едім. Ойбай, мен негізінде баға қойғым керек қой. 10-дан 10 дегендей сияқты. Короче, ұмытып кеттім. Тазар кешірім сұраймын. Бұл менде 10-нан 9, я. Білмеймін, бір жері маған ұнамайды. Білмеймін, қай жері екен. Бір жері ұнамайды. Так, дальше менде осында люкс визаждың CC кремі. Прикольный, мен тек қазір тон ретінде мынаны қолданамын, өйткені қазір жаз болғандықтан кейін легкий покрытие хочешь. Вот. Осындай, короче, тон CC крем. Менде 20-шы оттенокта. Вот. Такс, люкс визажның осындай менде туши. Вау деп айта алмаймын. Вот реально вау деп айта алмаймын, потому что ол деген, короче, кюб болмайды, не стип болмайды. Мен давайте оған 5 қоям, потому что реально не прям вау. Вот. Мен почти барлық туштарды қолданып көрсетіп жатырмын. Так, бұл менде ең любимый блеск. Короче, бұл менде прозрачный. Бұл біздерде қандай фирма? Vivienne Sabou деймін. Күшті десерт осындай. Бұл бізде 04-шы оттенокта. Такс. Менде осындай шиктің осындай бронзері. Бронзер ма, скупер ма? Контуринг қой мынау. Контуринг. Вот 01-шы оттенокта вообще күшті. Вообще андай. Менде слепота на бронзер. Бронзер скульпторға. Контурингға, короче, я айта алмай қалдым ғой. И дальше менде осындай помадка. Анастасия Беверли Хиллстан. Бұл мен косметен алған болатынмын. Мен неге бәрін еске беремін? Осындай, короче, қара түсті гранит. Бірақ мен онымен қазір бояп жүрген жоқпын. Мен қазір Калигормен бояп жүрмін, қазір көрсетем. Менде қазір осындай помадка. Бұл менде Калигордан, бұл менде Medium Dark. Так, бұл менде оригинал емес. Қазір осылай қалай көрсете болады екен? Осындай. Так, дальше менде косметичкадан бөлек. Менде симай қалды косметичка. Қазір көрсетем тағы не бар менде. Менде осындай палетка бар. Бұл менде старый палетка сияқты ше бір. Бұл вообще білмеймін ондай фирма. Вообще неизвестная фирма. Так, дальше менде сухой скульптор, пудра, контур и атын қалдым. Хайлайтер бұл менде. Никстің фирмасынан. Осындай вот. Прикольно вообще. Сіздерге кеңес берер едім. Мынаны алу вообще. Өйткені күшті. Вот. Дальше менде осындай Релюстан Pro
утросы. Күшті достар, күшті, прям вообще советую. Андай, если хотите бюджетный, онда осы түрін алыңдар. Релюсын вообще күшті тоже. Не просвечивается вот вспышкада. Потом осындай менде контур. Тоже палетка скульптурывания, бірақ та мен оны почти қолданбаймын. Палетка ұқсап қолданатын шығармын, вот. Сосын кірпігімді көрсете салайын. Осында менде қыз кірпік, самоклеющий. Мен содан алған болатынмын. Мен негізі влогта бір жерде көрсеткен болатынмын. Дальше менде осында палетка. Бұны маған 8 мартқа подарить еткен. Вот, осындай. Прикольно тоже. Так, и потом менде пуховка, вся суда. Вот бұл менде әлі ашылмаған түрі. Мен мияқта сақтап жүрмін. Обязательно вот. Осында, короче, қара түсімен қазір қолданамын. Вот и все. Болды. Менде басқа косметикам жоқ. Вот. Ал достар, осы видеодан лайк басып, комментарий жазып, және де менің каналыма подписка жасап кетіңіздер. Уже скоро менде 100 подписчикке жетемін. Бұйырса, сондықтан да давайте менің барлық видеоларымды үзбей қарап шығыңыздар. Және де видеоларға идеялар жаза кетіңіздер комментарийға. Мен сізді жақсы көремін. Всем пока!